Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі пәні 20 сабақ. Дауыссыз дыбыстардың түрлері тақырыбы. Бүгінгі сабақта сендер дауыссыз дыбыс түрлерін ажыратуды үйренетін боласыңдар. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Олай болса, балалар, 5-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы. Гүлім мен Гүлсім. Бүгін анамыздың туған күні. Жұмыстан келгенше сыйлық әзірлейік, деді Гүлім. Дұрыс айтасың, бірақ әркім өздігінше дайындалсын, деді Гүлсім. Келістік. Гүлім ауладан бақбақ пен раушан гүлін теріп, қоңыр құмыраға салды. Ал Гүлсім түрлі түсті қағаздан гүл жасап, сары құмыраға жиды. Әдемі болды. Анасы келгенде 2 қыз сыйлықтарын алып, алдынан жүгіріп шықты. Таласып қалды. Мен үлкенмін, сондықтан мен бірінші беруім керек, деді Гүлім. Жоқ, мен үйдің кішісімін, сол себепті мен бірінші беруім керек, деді Гүлсім. Екеуің де бірге сыйлаңдар, алтындарым. Өйткені бірлік түбі береке, ниеттеріңе рахмет, деп анасы беттерінен сүйді. Бұртиып тұрған 2 қыз жібіп, анасын туған күнімен құттықтады. Авторы Әлібек Байбол. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырманы орындайық. Анасының сөзі қыздарына қалай әсер етті? Балалар, анасының сөзінен кейін бұртиып тұрған қыздар жібіп, анасын туған күнімен құттықтады. Келесі, қарамен жазылған сөйлемдегі сөздерді дауысты және дауыссыз дыбыстарға ажырат дейді. Балалар, бізде қарамен жазылған сөйлем: Гүлім ауладан бақбақ пен раушан гүлін теріп, қоңыр құмыраға салды. Ал енді осы сөйлемдегі дыбыстарды біз дауысты және дауыссыз дыбыстарға ажыратуымыз керек. Гүлім сөзіндегі Г, Л, М дыбыстары дауыссыз дыбыстар, Ү, Э дыбыстары дауысты дыбыс. Ауладан сөзіндегі А дыбысы бізде дауысты дыбыс, У, Л, Д, Н дыбыстары дауыссыз дыбыстар. Келесі, бақ-бақ сөзіндегі Б, Қ, Б, Қ дыбыстары бізде дауыссыз, А дыбыстары дауысты дыбыстар. Келесі, пен сөзіндегі П, Н дыбыстары дауыссыз, Е дыбысы дауысты дыбыс. Раушан сөзіндегі Р, У, Ш, Н дыбыстары дауыссыз, А дыбыстары дауысты дыбыс. Келесі, гүлін сөзіндегі Г, Л, Н дыбыстары дауыссыз дыбыстар, Ү, Э дыбысы дауысты дыбыс. Теріп сөзіндегі Т, Р, П дыбыстары дауыссыз дыбыстар, Е, Э дыбыстары дауысты дыбыс. Келесі, қоңыр сөзіндегі Қ, Ң, Р дыбыстары дауыссыз, О, Ы дыбыстары дауысты дыбыс. Құмыраға сөзіндегі Қ, М, Р, Ғ дыбыстары дауыссыз, О, Ы, А дыбыстары дауысты дыбыс. Келесі, салды сөзіндегі С, Л, Д дыбыстары дауыссыз, А, Ы дыбыстары дауысты дыбыс екен. Келесі, 6-шы жаттығуға қараймыз. Өлеңді көшіріп жаз. Не ыстық? Аспанда күн ыстық, ал жерде кім ыстық? Әкемен шешеміз, бәрінен тыныштық, деген сөз тым ыстық. Авторы Әдібай табылды. Ал енді балалар, өлеңді дәптерімізге көркем етіп көшіріп жазып аламыз. Келесі, аспанда күн ыстық деген сөйлемге дыбыстық талдау жасаңдар дейді. Аспанда сөзінде 7 дыбыс, 7 әріп бар. А дауысты жуан, С дауыссыз қатаң, П дауыссыз қатаң, А дауысты жуан, Н дауыссыз үнді, Д дауыссыз ұяң, А дауысты жуан. Келесі, күн сөзінде 3 дыбыс, 3 әріп бар. К дауыссыз қатаң, Ү дауысты жіңішке, Н дауыссыз үнді. Ыстық сөзінде 5 дыбыс, 5 әріп бар. Дауысты жуан, С дауыссыз қатаң, Т дауыссыз қатаң, дауысты жуан, Қ дауыссыз қатаң. Осылай дыбыстық талдау жасаймыз. Келесі 7-ші тапсырмаға қараймыз. Жұмбақ өлеңді оқып, шешуін тап. Түп нұсқасы халық аты 2 шеткі әрпін қысқартса, қазақтың қарты дейді. Балалар, бұл жұмбақ өлеңнің жауабы татар, яғни халық аты татар болады, ал 2 шеткі әріптерін қысқарсақ, ата деген сөз шығады екен. Ары қарай, қарт сөзіне мәндес сөздерді тауып, сөйлем құрап жаз дейді. Қарт сөзіне мәндес сөздер қарт, қария, ақсақал. Ал енді осы сөздердің біріне сөйлем құрап жазайық. Бүгінгі жиында ауыл ақсақалы бата берді. Сендер де өз қалауларың бойынша сөйлем құрап жазсаңдар болады. Келесі 8-ші тапсырма, шығармашылық үзіліс.
тор көздерге жасырынған туыстық атауларды тауып жаз. Өзің қалаған бір сөзге дыбыстық талдау жаса. Мұнда тор көздерде туыстық атаулар жасырылған екен. Біз соны тауып жазуымыз керек. Және солардың ішінен біреуіне дыбыстық талдау жасаймыз. Жасырылған сөздер ата, іні, қарындас, әке, ана, аға, әпке, сіңлі, әже, немере, шөбере сөздері екен. Ал енді осылардың біріне дыбыстық талдау жасаймыз. Немере сөзі н дауыссыз үнді, е дауысты жіңішке, м дауыссыз үнді, е дауысты жіңішке, р дауыссыз үнді, е дауысты жіңішке. Балалар, сендер де осы сөздердің арасынан бірін таңдап, дыбыстық талдау жасасаңдар болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.